Шұғыл хабар. Осы жексенбіде Флоридада тарихи кездесу өтпек. Украина президенті Владимир Зеленский Дональд Трамппен соғысты тоқтату жоспарын талқылау үшін жүздеседі. Бұл кездесу әлемдік саясаттың тағдырын шешуі мүмкін. Зеленский ақш-тың ара ағайындығымен жасалған бейбітшілік жоспарына басымдық бермек. Сондай-ақ ол Украина үшін қауіпсіздік кепілдігін талап етпекші. Зеленский егер Ресей Донбастан әскерін әкетсе, Украинада ол жерден шегінуге дайын екенін білдірді. Алайда Мәскеу бұл жоспарға күмәнмен қарап отыр. Ресейлік жоғары лауазымды өкілдер бұл жоспардың олар ақш-пен келісіп жатқан нұсқадан мүлдем өзгеше екенін айтып, келіссөздердің қиындап кеткенін мәлімдеді. Дипломатиялық келіссөздер жүріп жатқанда Ресей соққыны үдетті. Бүгін түнде Киевке жаңа әуе шабуылы жасалып, кем дегенде 5 адам жараланды. Дрондар мен зымырандар қаупі бүкіл ел бойынша әлі де жоғары. Соғыс басталғалы 3 жылға жуықтады, бірақ шешім әлі табылмады. Біз бұл кездесудің нәтижесін бақылап отырамыз. Әлемнің барлық жерінде тыныштық пен бейбітшілік болсын. Өз пікіріңізді жазыңыз. EBB News'ке жазылып, әлемдік маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз.